Ölген не келдің деп сұрап қалдың, онан басқа немді мен берем күнім. Айнұрау өзің алған мыңды көрмей кедейдің қоздатасың шемен сырын. Мен сияқты жарлының жалғызына көзіңнің қадай берме ерен сұғын. Жүз беріп мыңдалса да байымайтын қалтамның түбі тесік өлеңшімін әгигәгім, әгигәгім ай. Шіріген Айнұр бай дейме, не дейдей мына жолдасым. Көп мініп кетсем көлікті, сені де Құдай қолдасын. Біреудің малын санама, ақын адамға олдасын. Түгім жоқ кедейменмін деп, көңілің гүлдей солмасын. Кедеймін деуге қақың жоқ. Кедеймін деуге қақың жоқ. Өсіп өніп көктеген 5 баласы бар ордасын. Кедеймін деуге қақың жоқ. Білдей бастықсың торғайда, әр сөзі айтқан қорғасын. Декан басыңды қорлама, байқұстың асып дорбасын. Кедеймін деуге қақың жоқ. Қасыңда жүр ғой Айбек жан жанашыр қанша жолдасың. Абырой атақ даңқың бар, ақын деп сүйген халқың бар. Аманат әрі кеудеңде қанағат келіп орнасын. Ең басты байлық денсаулық, кедеймін деуге қақың жоқ. Жан тәнің сап-сау болғасын. Несіпті Құдай көп беріп, ісіңді Алла оңдасын. Көлігің аздау болса да, көңілің кедей болмасын. Ал енді Айнұр қызға сөйлеп көрем. Аздаған толқыныс бар бой деп деген. Абайдың 150-і тойланғанда 18 жастағы сен бой жеткенең. Абай атаң 170 жасқа келді. Ол жайында айтылар ой көп деген. Арада 20 жыл өтсе дағы мен сені 18-де қой деп көрем. Жылдан жылға жасарып бара жатсың. Құлпырып қыз күндегі көйлекпенен. 18 бен 20-ның қосындысы мен үшін есеп боп тұр ой жетпеген. Шығыстың мына сендей қызығымыз, қымызды ішсек басталар қызығымыз. Микрофоныңды құлатқан мен емеспін, өйткені біз жігіттің дүзуіміз. Мен түгілі қыздырып микрофонды бұзып тастап жатыр ғой қызуыңыз. Әгигәгім, әгигәгім. Не қылсам екен ағайын, мына қу Айбек досымдай. Қызуың қатты дейді ме сөзіңнен халық шошындай. Кейбір сөзіңе мен бірақ қап жүрмін досым қосылмай. Дәл 5 жыл бұрын Абайда кәрі кемпір деп тиесіп кеткен едің ғой расындай. Ал бүгін Айнұр қыздай деп қақсап қапты ғой қасымдай. Ендеше Айбек құлақтыр, арыда бері шашылмай. Қасиеті бар ғой Семейдің, 90-ға келіп бейбүгіл жарқырап жүр ғой асылдай.
60-қа жасы келсе де, Роза апамның да бейбелеп ентігі жүр ғой басылмай. Білесің Айбек қашаннан, жыл өткен сайын жасарған, шырайлы біздің шығыстың барлық қыздары осындай. Демеңдер мұны Айбектің айтыста мінін қазғаны, әйтеуір бұл да ақын ғой әкімге өткен наздары. Дәл 5 жыл бұрын Абайда Абайдың жолы жаман деп рас еді сөзін созғаны. Одан соң ол жол жөнделді, бар ақын мұны қозғады. Абайдың жолын жөндеткен Айбектің айтқан сөзі деп болып еді елдің мәзбәрі. Сүйінші сұрап алаштан, жүкеңде лаулап маздады. Сол жолды кеше көргенде, бозынген көңілім боздады. Тақтайдай жаңа жол деп ед, тез болды неге тозғаны. Сауал қояйын досыма, жөндеткен жолың осыма, Жидебай жаққа жеткенше өкпеміз түсе жаздады. Айнұр қыз қайқаңдама, қайқаңдама, әл күнге қыздаймын деп шалқаймада. Шығызымның қыздары осындай деп бір жауапты қайырдың қайтармаға. Өмірде табиғаттың өз заңы бар, өзіңе бір кеңесті айтамдара. Әуелден жас қартаймақ туған өлмек, ешқашан қартаймайтын шайдан ғана. Әгигәгім, әгигәгім ай, ішкен ас тарамайды секірмесең. Шүкірде жүргенге жер бетінде сен. Өкпем түсе жаздат деп өкпе айтасың. Тойға келіп қуанып отыр десем. Мен сенің орныңда болсам Айнұр, өкпемнің жайын ойлап өкірмесем. Қиналып бұл айтысқа неге келдің, Абайдың рухы үшін бекінбесең. Абай үшін өкпем түсіп қалмақ түгіл, жаным шығып кетсе де өкінбесем. Әгигәгім, әгигәгім ай.